Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін панта қосылған пирог дайындайтын боламын. Рецептісін төменде жазып қалдырамын. Ол үшін бізге таза ыдысқа 3 жұмыртқаны осылай шағып, миксермен араластырамыз. Миксермен кішкене араластырып алғаннан кейін үстіне секер салып, бірден салмай 2 немесе 3 бөліп салсаңыз болады. Секері ерігенше асықпай көпіртеміз. 2-3 минут одан кейін жақсылап араластырамыз. Үстіне ванилин қосамыз. 1 пакет ванилин қосамыз. Ванилинді араластыра отырып, жаймен шайқап, үстіне сұйық май құямыз. Сұйық майды жақсылап араластыру үшін тағы бірнеше минут араластырамыз. Содан кейін кәдімгі өзіміздің ішіп дүкендерде сатылатын, қолданатын пантадан 1 стакан осылай қоспамызға қосып, енді тағы да кішкене миксерлейтін боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ақ көбік болып, көпірген кезде үстіне өлшенген ұнды салып, елегіштен өткізіп саламыз. Себебі түйіршік болып қалмау керек. Үстіне қопсытқышымызды да қосып салып жібереміз. Қамыр қою болғанша ұнымызды жай-жаймен салып араластырып отырамыз. Достар, мені қарап отырсаңыздар, міндетті түрде төмендегі каналға тіркеліп кетіңіздер. Подписаться нүктесін басып, маған лайк пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Өте жылдам және оңай дайындалатын пирогтардың бірі екен. Бұрын YouTube каналынан көруші едім, енді өзімде жасап көріп жатырмын. Өте жақсы, дәмді, керемет болып шықты. Сондықтан сіздермен бөлісіп жатырмын. Ұнды осылай араластырамыз. Аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Үйдегі бар заттардан дайындалатын, құрамы өте қарапайым, әрі өте дәмді пирогтардың бірі. Дәмі өте керемет болды. Ванилин, пантаның дәмі шығып, өте дәмді, шайға өте керемет дәмді кетті. Сіздерде кешкі шайға, түскі шайға немесе асығыс қонақ келгенде жасауларыңызға болады. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, тіркеліп отырыңыздар. Апта сайын шығатын рецепттермен бөлісіп отырамын. Ұнды осылай қою болғанша асықпай жай-жаймен, венчиктің көмегімен жаймен араластырып отырамыз. Құрамында түйіршік қалып қоймау керек. Үлпілдек әдемі жеңіл болып көтерілу үшін осылай венчиктің көмегімен араластырған жақсы. Осындай өзін ұстап тұратындай қоюлықта болғанша араластырамыз. Енді пешімізді қыздырып қоямыз. Пешім қызып тұр. 180-170 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Осылай табаға пальганы орап, үстіне құйып, осындай өзің формасына құйып, тегістеп, әдемілеп, пешке салып, пісуін күтеміз. Өте оп-оңай. Егер сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерде жасап көріңіздер. Осылай кішкене формаға құйғаннан кейін арасында ауа қалмау үшін кішкене қағып сілкіп жіберіп, пешке салып, піскенше аузын ашпай күтеміз. Міне осылай әп-әдемі, өте нәзік, үлпілдек панта қосылған пирогымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, кішкене пештің аузын жартылай ашып қойып суытып аламыз. Кішкене бір 5-10 минут, содан кейін табаны алып, жайменен шешуге болады. Форманы шешіп аламыз. Осылай пышақтың көмегімен жайлап шетін шешуге ыңғайлап алғаннан кейін формамыз жылдам шешілетін болады. Міне пирогымыз дайын болды. Енді осыны ыдысқа салып, сәндеп, өзіңіздің қалауыңызға қарай шайға ұсынсаңыз болады. Міне әп-әдемі,
дәмді нәзік пирогымыз дайын болды. Менің балдарым шай ішуге күтіп отыр. Сондықтан сіздерге кесіп көрсетейін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнады деп ойлаймын. Ұнаса маған тіркеліп, лайк, пікірлеріңізді аямай басып кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Шай дайын. Міне пирогымды кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай 3 жұмыртқа және панта қосылған пирог. Өте дәмді болып шықты. Енді осыны күнде жасайтын боламын. Сатып алғаннан өзіміз қолдан жасап жегенде не жетсін. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.